Баршаңызға сәлем оқырмандар. Бүгін сіздерге керемет жеген сайын жегілеріңіз келетін осындай өте дәмді қазіргі таңда хит болып жатқан ракушка печеньесімен бөлісемін. Бір жасаған соң жиі жасайтын боласыздар. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Енді бірге жасайық. Бізге ең әуелі ұн қажет болады. Ұнды елегіштен өткізіп дайындап аламыз және үстіне салқын сары май қосамыз. Қолымыздың көмегімен ұн мен сары майды үгітіп аламыз және осының үстінен жұмыртқаның 2 дана сары уызын саламыз. Ақ уызын бөлек бір таза ыдысқа алып қойыңыздар. Қамырға тек қана сары уызын ғана қосамыз. Оның үстінен 20% қаймағымызды саламыз. Толық рецептісін мен описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, қамырымызды біріктіріп елейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап елеп, біріктіріп, 10 минутқа холодильникке салдырып қоямыз. Бізде қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан 10 минутқа немесе 15 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Жаңағы 2 дана жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Сол ақ уыздың үстіне шым-шым тұз салып, осылай миксердің көмегімен кішкене ағарғанша араластырып аламыз. Және де қантымызды салып, аз-аздан салып отырамыз. Қантты бірден салып жібермейміз, қанты ерігенше миксерлеп аламыз. Осылай ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпеу керек. Сондай әдемі масса шығады. Енді жаңағы 10 минутқа тынған қамырымызды ұсақ бөлшектерге бөлеміз. Менде шамамен 25 дана шықты. 20 немесе 25 данадан асып кетпеу керек. Ол шамадан асып кетсе, піскен кезде жарылып кетуі мүмкін. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Ішіне 1 шай қасық толтырып, жаңағы дайындап алған ақ уыз саламыз. Ақ уыздың үстіне жаңғақ салып, қамырымызды осылай ашылмайтындай мықты етіп, біріктіріп жабыстырамыз. Және де үстінен дәл видеодағыдай басып, тағы да шет-шетін басып шығасыздар. Бізде осындай ракушка дайын болады. Барлық қамырды жайып, 1 шай қасық ақ уыздан және де аздап жаңғақтан салып, жақсылап біріктіресіздер. Барлығын противенге орналастырып, пешімізді 180 градусқа қоямыз. 20 минутта әдемі болып пісіп шығады. Қатты қызартпай, осындай қалыпқа келгенде пештен аласыздар. Осылай ыстық күйінде бетіне сахарный пудра сеуіп ұстамыз. Өте керемет, шайға да өте дәмді үйлеседі. Жасап көріңіздер. Жасау жолы да өте оңай және қарапайым заттармен жасалады. Каналымның дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, төменге пікір қалдырып қойыңыздар. Мен әрине өте қатты қуанып қаламын. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңізді оқитын боламын. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Назарларыңызға да рахмет. Сіздермен болған Балнұр.